Армысыздар, менің арнамның құрметті көрермендері, сіздермен бүгін сірне дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып, өз сөліне ешқандай су қоспай-ақ, сочный болып, барлық еті де, капустасы, барлық көкөнісі жұмсақ болып пісетін, иісі, дәмі енді айтылмаймын. Өте керемет болып шығады. Дайындап көріңіз міндетті түрде. Және менің арнама тіркеле кетіңіз, мені жоғалтып алмаш үшін. Міне осылай етімізді, іш майымызды, жаңа картоп бар, сәбіз бар, және қырыққабатымызды осындай қатты үлкен емес бөліктерге бөліп, алдын ала дайындап аламыз. Іш май дегеніміз ол қойдың жаңағы қарынға жабысып тұратын целлофан сияқты майы, иә. Оны свежий түрінде де қолданып жатады. Және болгар бұрышы, сонымен қатар пиязымызды және осындай тұздықтарымыз, міне паприка бар, зира бар, лавр жапырағы, тұз және етке арналған дәмдеуіштер, қарабұрыш және сарымсақ. Алдымен отта қызып тұрған табамызға сәл ғана сұйық май құйып, оның үстінен жаңағы іш майымызды салып, кішкене ғана міне қуырыла бастаған кезде үстінен етімізді саламыз. Әрі қарай барлық көкөністерімізді үстіне салып шығатын боламыз. Міне етімізді салдық. Барлығын жан-жағына, барлық жерге жетіп тұру үшін осылай орналастырып аламыз. Енді осының үстінен пиязымызды саламыз. Оны да барлық жеріне жеткізіп, жақсылап орналастырып шығамыз. Жаңа іш май салынды. Егерде көбіне осыны свежий еттен, жаңа сойылған қойдың етінен дайындап жатады. Ол кезде үлкен қонақтықтарға, үлкен қазанға дайындаған кезде іш майды целлофан сияқты етіп, бірінші ненің қазанның түбіне жаяды да, үстінен свежий еттен, жаңа көкөністерді үстінен салып, солай етіп дайындайтын болады. Үлкен қазанға дайындаған кезде еттерін де, картошкаларды да үлкен-үлкен етіп турап салса, онда да өте әдемі болып шығатын болады, дәмді болып шығады. Міне сәбіздерімізді және оның үстінен картопты барлығын салып, рет-ретімен орналастырып шығамыз. Міне осының үстінен қазір тәтті бұрышымыз, яғни болгар бұрышымызды саламыз. Енді үстінен жаңағы қырыққабатты араларын ашып, жақсылап, буы сыртына шықпайтындай етіп, нығыздап тұрып, үстінен жауып шығатын боламыз. Бір қайнап кішкене иісі шыға бастағандағы үйдегі керемет иісті енді айтып жеткізе алмаймын. Өте дәмді, әдемі, банағы қосқан дәмдеуіштердің, көкөністердің, капустаның, еттің пісіп атқан барлығының иісі өте керемет болып үйді алып кетеді. Енді иісі тәбетіңізді ашып жібереді. Міне капусталардың өзі қалай піскені видеодан ақ көрініп тұр. Бірінші капусталарды ыдысымызға орналастырып, үлкен табақшаға да салсаңыздар болады. Мен осындай 2 ыдысқа салдым. Және үстінен әдемілеп етіміз бен көкөністерімізді салып, үстінен көк жуа немесе өз қалауыңызша әдемілеп дастарханға берсеңіз болады. Өте дәмді, кешкі асқа да, түскі асқа да немесе қонақ келгенде де әдемі, дәмді тамақ болып шығады. Сірне тағамын сіз де менімен бірге дайындап көріңіз. Видеоны соңына дейін көріп, бағалай кетіңіз және пікіріңізді қалдыра кетіңіз.